Ассалаумағалейкум, пайдалы ақпараттар арнасының көрермендері. Біздің арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз таңғы астың пайдасы мен маңызы туралы айтатын боламыз. Таңғы ас тәңірден дейді халық даналығы. Мамандардың айтуынша күніміздің берекелі өтуі таңғы асқа тікелей байланысты. Ендеше таңғы астың пайдасы мен маңызын білу үшін осы видеоның соңына дейін көруге кеңес беремін. Таңғы асты қоректік заттармен қамтамасыз ету арқылы күні бойы қуатты болып жүруге болады. Түнгі уақытта ағза жаңа энергия алмай, өсу мен қалпына келтіру процестеріне көптеген ресурстарын жұмсайды. Ал таңғы ас болмаса, ағза оянбайды және өмірлік белсенділікті сақтауға қажет энергетикалық ресурстарын жұмсауға мәжбүр болады. Уақыт өте келе бұл жиналған қор да азаяды. Нәтижесінде стресс, депрессия, өзін нашар сезіну сияқты кері әсерлер пайда болады. Күніңіздің қаншалықты нәтижелі болатыны таңертеңгі тамақтың сапасы мен мөлшеріне байланысты. Дәрігерлер пайдалы таңғы ас ағзадағы холестерин мен қант деңгейін бақылауға көмектеседі дейді. Себебі ағзаға қажетті дәрумендер мен пайдалы өнімдер жетіспегендіктен түскі ас кезінде адамдар көп мөлшерде тамақтанады. Осыған байланысты артық салмақ, асқазан ішек жолдары проблемалары пайда болады. Сондықтан таңғы асты толық қабылдап жібермеген дұрыс. Кейбір адамдар таңертең салмақ жоғалтқысы келетіндіктен тамақтанудан бас тартады. Бірақ бұл тәсіл мәселені күшейтуі мүмкін. Таңертеңгілік тамақты жейтін адамдар метаболизмі таңертеңгілік асқа немқұрайлы қарайтындармен салыстырғанда тез жүреді. Түнде глюкоза деңгейі төмендейді. Бұл дұрыс таңғы асты қалпына келтіруге көмектеседі. Бірақ таңертеңгі тамақ болмаса, күндізгі уақытта тәбетті бақыламау мүмкін. Бұл шамадан тыс тамақтануға келеді. Таңғы ас ішіп, адам ағзасы тамақтану кезінде ұзақ үзілістерді бастан кешірмейді және аштық кезінде май қорында сақтамайды. Сондай-ақ таңғы ас өт тас ауруының пайда болуы қаупін азайтуға көмектеседі. Өйткені тамақтану арасындағы ұзақ үзілістерде өт қабында өт тоқтап қалады. Зерттеушілер таңғы ас дене салмағын бақылауға ғана емес, сонымен қатар диетаны теңгерімді етуге мүмкіндік береді деген қорытындыға келді. Сонымен қатар толық таңғы астың арқасында күні бойы артық тамақ ішілмейді. Таңғы ас ішілмесе, тамақ ағзаға метаболизм минималды белсенділікте болған кезде енеді. Осыған байланысты қоректік заттардың бір бөлігі майға айналуы мүмкін. Толыққанды таңғы ас метаболизм процестеріне ғана емес, биологиялық сағаттардың да дұрыс жұмыс істеуіне пайдалы. Таңертең тамақтануға дағдыланғандардың жүрегі ауырмайды. Мұны американдық және Қытай ғалымдарының жүргізген зерттеуі растайды. Олар ақш-та жыл сайын жүргізілетін ұлттық денсаулық сақтау және тамақтану сауалнамасының деректерін талдады. 18 жыл ішінде ғалымдар 40-75 жас аралығындағы 6,5 мың американдық ересек адамның таңғы ас ішу жиілігін қадағалады. Нәтижесінде таңғы ас ішпейтіндерде жүрек қан тамыр аурулары мен инсульттан мезгілсіз қайтыс болу қаупі 87%-ға жоғары екенін анықтады. Огайо штатындағы Кент мемлекеттік университетінің ғалымдары тұрақты таңғы ас есте сақтау қабілеті мен зейінді жақсарта алатындығын дәлелдеді. Сонымен қатар Кардифф университетінің зерттеушілерінің айтуынша, дәнді дақылдар, нан және таңғы асқа арналған сүт өнімдері мектеп оқушыларының зейінін ашады және мүмкіндігін 2 есе арттырады. Алдымен ұйқының тұрақты режимін қалыптастыру керек. Ұйқысыздық кез келген теңдестірілген тамақтанудың барлық пайдасын жоққа шығаруы мүмкін. Таңертең барлық істерге үлгеріп, күнді асықпай бастау үшін оқудан немесе жұмыстан кем дегенде 1,5 сағат бұрын тұруды үйреніңіз. 1 стақан су, контрастты душ және жеңіл жаттығулар ағзаны оятып тәбетті ашады. Таңғы асты кешкі уақытта дайындап қойсаңыз, уақыт үнемдеуге болады. Таңертеңгілік тәбет болмаса, кешкі ас уақытын шегеріп, аз мөлшерде тұтыну керек. Пайдалы деп саналатын өнімдердің ішінен ең дәмді болып көрінетіндерін таңдап, өзіңізді ұнамайтын нәрсені жеуге мәжбүрлемеңіз. Осылайша таңғы ас ішу сізге психикалық қиындық тудырмайды және ағза үшін пайдалы қажеттілікке айналады. Сонымен достар, таңғы астың ағзамызға қаншалықты маңызды екенін білдік. Бүгінгі видео пайдалы болса, лайк басып, арнама жазылып кет және таңғы ас ішіп жүруді ұмытпаңыздар.